Арман карапайым бала еді. Ол видео ойындарды жақсы көретін. Ең сүйіктісі Minecraft еді. Бір күні таңғажайып оқиға болды. Ол ойынға кіріп кетті. Бұл сикір сияқты еді. Кенеттен ол текшелерден тұратын әлемде тұрды. Барлығы Minecraft сияқты көрінді. Арман өз көзіне өзі сенбеді. Ағаштар шаршылардан жасалған, шөп пикселденген. Тіпті күн аспандағы үлкен текше болды. Ол өзін қысып алды. Жоқ, ол түс көрген жоқ. Бұл шындық еді. Немесе кем дегенде ол шындық сияқты сезілді. Арман шынымен де Майнкрафтта болды. Алдымен Арман қорықты, бірақ содан кейін ол қуанды. Бұл оның нағыз шытырман оқиғаға мүмкіндігі еді. Ол Майнкрафтты қаншама рет ойнаған, енді ол оны өмір сүре алады. Ол айнала жүре бастады, әлем шексіз болып көрінді. Таулар, ормандар және өзендер болды. Арман абай болу керектігін білді. Майнкрафт қауіпті болуы мүмкін, әсіресе түнде. Сол кезде құбыжықтар шығады. Бірақ Арман батыл еді. Ол зерттегісі келді. Ол бәрін көргісі келді. Күн батқанда Арман шешім қабылдады. Ол түнге тап болады, ол құбыжықтармен кездеседі. Нағыз Майнкрафт оқиғасының уақыты келді. Күн текшелі көкжиектің артына жоғалып кетті. Қараңғылық тез түсті. Арман арқасынан су көтетінін сезді. Ол не болатынын білді. Майнкрафтта түн қауіпті дегенді білдіреді. Сол кезде мобтар шығады. Мобтар Майнкрафттың құбыжықтары. Олар қорқынышты және олар сізге зиян тигізуі мүмкін. Арман айналасына алаңдап қарады. Ол таңқаларлық дыбыстарды ести алды. Көлеңкелерден күңкіл мен ысқырық естілді. Жүрегі қатты соғып кетті. Бірақ ол өзінің Майнкрафт дағдыларын есіне алды. Оған баспана табу керек еді. Немесе бірнеше қару жасау керек. Арман жүгіре бастады. Ол ағаш табуы керек еді. Ағаш Майнкрафтта аман қалудың алғашқы қадамы. Жүгіріп бара жатып, Арман көзінің қиығымен қозғалысты көрді. Бірдеңе оны қуып келе жатты. Жоқ, көп нәрсе оны қуып келе жатты. Ол тезірек жүгірді. Аяқтары шаршады, бірақ қорқыныш оны алға жетеледі. Ол құбыжықтардың жақындап келе жатқанын ести алды. Зомбилер, қаңқалар, өрмекшілер және криперлер. Барлық түнгі мобтар оның соңынан түсті. Арманның ойы жүгірді. Оған жоспар керек еді. Ол мобтардан мәңгі қашып құтыла алмайды. Ол өзінің Майнкрафт стратегияларын есіне алды. Күресу керек пе, әлде жасырыну керек пе? Құрылыс салу керек пе, әлде қашу керек пе? Әрбір таңдаудың тәуекелі болды. Бірақ Арман батыл болу керектігін білді. Ол қазір Майнкрафтта болды. Бұл оның нағыз батыр болуы мүмкіндігі еді. Көзінде батылдықпен Арман жақындап келе жатқан мобтарға қарай бұрылды. Арманның жүрегі қатты соғып тұрды. Зомбилер бірінші болып келді. Олар баяу, бірақ күшті еді. Олардың күңкілдері түнгі ауаны толтырды. Арман айналасына алаңдап қарады. Оған қару керек еді. Ол құлаған бұтақты көрді. Бұл көп емес еді, бірақ ол жасайтын еді. Алғашқы зомби оған жеткенде ол оны ұстап алды. Соққы. Арман бұтақты сермеді. Ол зомбидің бетіне дәл тигізді. Құбыжық артқа қарай сүрінді. Арман өзіне деген сенімділікті сезді. Ол мұны істей алады. Ол қайта-қайта сермеді. Бірінен соң бірі зомбилер құлады. Бірақ тағы да келе жатқандар болды. Ал енді Арман жаңа дыбысты естіді. Сүйектердің сықыры. Қаңқалар. Олар садақшылар еді, алыстан жебе атып тұрды. Арман тез ойлауы керек еді. Ол өзінің Майнкрафт дағдыларын есіне алды. Сіз тым жақын болсаңыз, қаңқалар ата алмайды. Ол жебелерден жалтарып, оларға қарай жүгірді. Бұл қорқынышты еді, бірақ Арман алға жылжи берді. Ол бұтағын сермеп, қаңқаларды құлатты. Арман қатты тыныс алып тұрды. Ол зомбилер мен қаңқаларды жеңді. Бірақ ол түннің әлі аяқталмағанын білді. Тағы да көптеген құбыжықтармен бетпе-бет келу керек еді. Ол бұтағын қаттырақ ұстады. Ол шаршады, бірақ ол өзін күштірек сезінді. Әрбір жеңіс оны батыл ете түсті. Арман өзінің үйреніп жатқанын түсінді. Тек Майнкрафт туралы ғана емес, өзі туралы да. Ол қорқыныштарына төтеп бере алады. Ол қиындықтарды жеңе алады. Жаңа батылдықпен Арман келесі құбыжықтар толқынына дайындалды. 4-ші бөлім өрмекшілермен және криперлермен бетпе-бет. Ауаны қорқынышты ысқырық дыбысы толтырды. Арман бұл нені білдіретінін білді. Өрмекшілер. Майнкрафтта өрмекшілер жылдам және қабырғаларға өрмелей алады. Арман олардың келе жатқанын көрді. Олардың қызыл көздері қараңғылықта жарқырады. Олар барлық жерде болды. Жерде, ағаштарда, тіпті тастарда да. Арман терең тыныс алды. Ол сабырлы болу керек еді. Ол Майнкрафттағы өрмекшілер жарықтан қорқатын есіне алды. Арман айналасына үмітсіз қарады. Оған факел жасау керек еді.
Ол жерден көмірді көрді. Тамаша! Ол таяқпен біраз көмір алды. Бірнеше секунд ішінде оның жарық факелі болды. Өрмекшілер ысқырып артқа шегінді. Арман факелді сермеп, оларды алыста ұстады. Бірақ Арманның жеңілдігі ұзаққа созылмады. Ол таныс дыбысты естіді. Жұмсақ ысқырық қаттырақ естіледі. Криперлер, бұл ең қауіпті мобтар еді. Олар жақындаған кезде жарылады. Арманның жүрегі қатты соғып кетті. Ол өте абай болуы керек еді. Бір қате қимыл және бум! Ойын аяқталды. Ол криперлерді іздеп факелін жоғары ұстады. Ол оларды көрді. Жасыл, 4 аяқты құбыжықтар оған қарай жылжып келе жатты. Арман олармен күресе алмайтынын білді. Ол оларды ақылмен жеңуі керек еді. Ол криперлердің баяу және өрмелей алмайтынын есіне алды. Арман жақын маңдағы биік жартасты көрді. Ол оған қарай жүгірді, қолынан келгенше тез өрмеледі. Криперлер ерді, бірақ оған жете алмады. Қауіпсіз жерінен Арман олардың қызығушылығын жоғалтып, адасып кеткенін бақылады. Ол мұны істеді. Ол барлық түнгі мобтармен бетпе-бет келіп, аман қалды. Соңғы крипер қараңғылыққа сіңіп кеткенде, Арман жеңілдік толқынын сезді. Ол мұны істеді. Ол Майнкрафтта түнді аман өткізді. Аспан ашыла бастады. Таң атып келе жатты. Арман жартасты шыңынан түсті. Ол шаршады, бірақ мақтанды. Ол қорқыныштарына төтеп беріп, жеңіске жетті. Арман текшелі әлемге қара. Бұл енді соншалықты қорқынышты болып көрінбеді. Ол көп нәрсе үйренді. Майнкрафт туралы, құбыжықтар туралы және өзі туралы. Ол енді қиын жағдайларды жеңе алатынын білді. Ол тез ойлап, батыл бола алады. Бұл сабақтарды ол шынайы өмірде де қолдана алады. Күн жоғары көтерілгенде Арман таңқаларлық шаншу сезімін сезді. Оның айналасындағы әлем бұлыңғырлана бастады. Ол үйіне бара жатты. Жарық жарқылдағанда Арман өзін бөлмесінен тапты. Ол компьютерінің алдында отырды. Экранда Майнкрафт ойыны болды. Бұл бәрі түс пе еді. Бірақ Арман бұл тек түс емес екенін білді. Бұл тым шындық сияқты сезілді. Ол шынымен де сол жерде Майнкрафт әлемінде болды. Ол нағыз қауіп қатерлерге тап болып, оларды жеңді. Арман ішінен жымиды. Ол енді өзін басқаша сезінді. Күштірек, батыл, ақылды. Ол ойындарда немесе өмірде кез келген қиындыққа төтеп бере алатынын білді. Компьютерін өшіргенде Арман келесі шытырман оқиғасын асыға күтті. Майнкрафтта болсын, шынайы өмірде болсын, ол кез келген нәрсеге дайын еді.